Қазақ халқының тарихы жайлы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс ханның тарихы, оның жүріп өткен жолы, оның ата бабасының шежіресі жайлы айтатын боламыз. Сонымен өткен тақырыпта біз Шыңғыс ханның арғы ата бабаларының шежіресі жайлы айтқанбыз. Яғни Шыңғыс хан өзінің арғы ата бабаларының шежіресін санау қазақ Алаша ханнан бастағанын көріп отырмыз. Егер қайталап өтсек, онда Адам ата, Хауа ана, одан Нұх пайғамбар, Нұх пайғамбардан кейін Нұх пайғамбардың 3 баласы Афет, Сам, Рам аталады. Соның үлкен ұлы Афеттен, яғни Афрасияп тоңалыптың 9 баласы болған. Оның үлкен ұлы Абыл түрік немесе Батыр түрік дейді. Батыр түріктен кейін Жайыл хан, Жайыл ханнан кейін Қарахан, Қараханнан кейін Оғыз хан. Оғыз ханның 6 баласы болған. Сол 3-ші баласы Жұлдыз ханнан қазақ тарайды. Қазақ Алаша хан, яғни Жұлдыз ханның 4 баласы болған. Ошар, Қазақ, Бегділ, Қаршақ, яғни 2-ші баласы қазақ. Қазақтың 2 қазақ Алаша хан бүкіл ұлы Тұран даласына билік жүргізген адам, өте ұзақ уақыт билік жүргізген. 100-ден асқан шағында өзінің билігін балаларына тапсырып, өзі диуаналық құрып, ел аралап сөйтіп диуаналық құрып кеткен. Яғни сол себепті оған негізі бастапқы азан шақырып қойған аты Алаша хан болған. Алаш кейін ол осылай диуаналық құрып ел аралап 100-ден асқан шағында қыдырып кеткеннен кейін ол кісіге қазақ деген лақап ат қойылған. Яғни қазақ сөзі қазық деп негізі айтылады. Қазық сол тарихи деректерде орысша аудармасында приграничный столб деп аударған. Яғни шекаралық аймақта қойылған қазық, яғни көшпелі ру тайпалар, ежелгі көшпелі қазақтың ру тайпалары шет аймақтарға көшіп, шекаралық аймақтарға көшкен кезде оларға қазақ деген ат берілген. Мысалға айталық, көшпелі түркі тайпалар шет аймақта көшіп жүрген, мына Кавказ жақта көшіп жүрген көшпелі ру тайпаларды қазақ деп атаған оларды да. Яғни шет аймақта болғаннан кейін, шекаралық аймақта болғаннан кейін. Кейін Керей мен Жәнібекте, мысалға, Әбілқайыр ордасынан, Көк ордадан бөлінген кезде олар шекаралық аймаққа барып тұрған, өзінің қол астындағы рулармен, халқыменен, Моғолстанменен Көк орданың шекарасына барып тұрған. Сол шекаралық аймақта болғаннан кейін оларға қазақ деген ат берілген. Яғни ол қазақ атауы сонау Алаша ханнан өзінің бастауын алады. Алаша хан тарихи деректерде Алуджа хан деп жазылады, Буладжа хан деп жазылады, Алынча хан деп жазылады. Ол сонау Абыл түріктің 5-ші ұрпағы деп жазылған. Яғни қарап келсек, өзі де 5-ші ұрпағы болып келіп тұр. Қазақ Алаша ханның 2 баласы болған. Ол Мұғул хан менен Татар хан. Мұңғыл хан менен Мұңғыл деп айтылу керек негізі. Негізі осы 2 ханға байланысты болуы да мүмкін. Қазақтарда ежелгі өте көне дастан бар, мұңлық зарлық деген. Яғни осы 2 ханға да байланысты болуы мүмкін. Кейін осы Мұғул хан менен Татар ханның ұрпақтары бүкіл ұлы Тұран даласына, яғни қазіргі қазақ даласына өздерінің билігін жүргізген. Кейін осы Мұғул хан менен Татар ханның ұрпақтары, кейінгі ұрпақтар өздері соғысқа түсіп, қырғын талас болып, Татар ханның ұрпақтары Мұғул ханның ұрпақтарын бәрін қырғынға ұшыратып жеңіске жеткен болатын. Яғни бүгінгі қазақтың ру тайпалары осы
қазақ алаша ханның екінші баласы татар ханнан тарайды. Ал енді шыңғыс хан заманында мұғул ханды қайтадан жаңғыртады, яғни мұғул ханның атын жаңғыртып, шыңғыс хан өзіне қаратқан ежелгі татар қазақтың ру тайпаларын, яғни қара татарлар, жабайы татар, ақ татар дейді, найман дейді, керей, қыпшақ, қаңлы, сол ру тайпаларды өзіне қаратқан кезде қарлық дейді, арғынның ұлдары қарлық пен басмылдар, осылардың бәрін өзіне қаратқан кезде олар мұғул атауын өзіне алады, яғни Рашид-ад-Дин жазады. Олар найман, керей, яғни арғындар, қыпшақтар өздері мұғул болмаса да, бірақ та өздерін мақтанышпенен мұғулмыз деп атайды дейді. Яғни жалайырлар, яғни мұғулмыз деп өздерін мақтанышпен атаған болатын. Сол себепті Шыңғыс ханға қарасты ру тайпалар, ежелгі қазақтың ру тайпалары өздерін кім деп атаған? Мұғулмыз немесе мұғул татармыз деп атаған. Және де осы атау бүкіл тарихқа осы атау қалып қалған. Кейін 20 ғасырларда халқалар, бүгінгі халқаларға Кеңес одағы жағынан оларға моңғол деген моңғол атауы беріліп, Шыңғыс ханның халқы осы халқалар екендігі шатасып, немесе қасақана болуы да мүмкін, яғни тарихшылардың, яғни қазақтарды біле тұра, мұғулдардың кезінде қазақтар осы мұғул деп аталғанын біле тұра, бірақ та қазіргі моңғолдарға осы моңғолдар, халқалар, Шыңғыс ханның халқы деген лақап жалған тарих айтылып кетті. Бірақ та біз көріп отырмыз, шындығында Шыңғыс хан өзінің шежіресін қазақ алаша ханнан бастап отыр. Ешқандай бөтен халық емес, халқа да емес, манжұр да емес, Қытай да емес. Яғни бұл шежіренің айтылуы да өте бізге үлкен плюс береді. Себебі көп бүгінгі енді талас тартыс болып жатады тарихи тақырыптарда. Сол кездерде көп адамдар, тарихшылар болуы мүмкін, қазақ деген ол болмаған, қазақ деген атау жоқ, қазақ деген ол кейін кеңестер одағының кезінде ғана құрылған деген сөздерді айтып жатады. Немесе кейбіреулер тіпті қазақ емес, ол аққаз болған, яғни аққаздар болған, соған байланысты қазақ атауы шыққан деген тәрізді. Шындығында бұл мифологиялық тұлға болса да қазақ, бірақ та ол тарихи деректерде бар. Рашид-ад-Диннің Жамиғат ат-Таурих кітабінде, және де Ақсақ Темірдің кітабінде, кейін Абылғазы, Баһадүрдің кітаптарында, барлықтарында қазақ атаулары, қазақ алаша хан атаулары бар. Яғни қазақ атауы ол бір аспаннан түскен жоқ, санау ежелден кітаптарда таңбаланып жазылған. Және де осы қазақтың тікелей мұрагері бүгінгі Қазақстан, қазақ халқы, қазақтың ру тайпалары аспаннан түскен жоқ, немесе жан-жақтан келген жоқ. Өздерін осы кәдімгідей осы қазақ алаша ханнан, және де осы қазақ алаша ханның ұлдары мұғул хан менен татар ханнан тарайтындығын анықтап біліп отырмыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше өз пікірлеріңізді айтып отырыңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Келесі кездескенше лайк басыңыздар.